Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бауырдан котлет жасайтын боламыз. Бірінші бауырдың осындай бетіндегі пленкасын алып тастаймыз. Одан соң ет өткізетінен өткізіп аламыз майдалап. Енді үстінен 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң қалауымызша тұзымызды, дәмдеуіштерімізді, қара бұрышымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін 1 кружка сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді жарты кружка ұнды салып, қоюланғанша тағы да араластырамыз. Ал енді 3 қасық сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып, майымызды қыздырып, бауырсақ секілді 2 бетімен пісіріп алатын боламыз. Осылай қызып тұрған майымызға 2 бетімен салып, пісіріп аламыз. Бауыр тез піседі. Бір бетіне шамамен 2-3 минуттай уақыт кетеді. Осылай қатты қыздырып, майымызды тез-тез салып аламыз. Біздің котлеттеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз. Жасап жатсаңыз ас болсын.